2022 жылы осы лауазымға келген бастап мен университеттің қарапайым студенті болғанмын, және де сол кезден бастап ғылым және жоғары білім сферасында көптеген өзгерістерге өзім куәгер болдым. Оның ішінде халықаралық деңгейдегі білім беру мүмкіндігі пайда болды. Осы Павлодар өңірінің тумасы ретінде, осы өңірінің патриоты деуге болады. Біздің Павлодардың қарапайым, дарынды, білімге құштар студенттері, жастары, мектеп бітіруші түлектері туған жерінен кетпей-ақ өз отанында халықаралық деңгейдегі диплом алу мүмкіндігі пайда болады ма? Немесе мүмкін шетелдік университеттердің филиалы Павлодар облысында мүмкін жоспарда бар ма деген осындай менде сұрақ. Рахмет. Өздеріңізге мәлім, бүкіл өңірлерде біз ақырындап сондай филиалдарды ашып жатырмыз. Павлодар бар. Біздің жоспарымызда неге кішкене енді былай созылып кетті? Неге десеңіз, енді Павлодар өте мықты өндірістік хаб болғаннан кейін біз мықты партнерді іздеп жатырмыз, ортақты іздеп жатырмыз. Қазір неміс, голландиялық бірнеше университеттерді қарадық. Неге десеңіз, сіздің экономиканың құрылымына біз бұл филиалдарды жайдан жайда ашпаймыз. Олар сол жергілікті өңірлік экономикаға сәйкес келетін университеттерді шақырып жатырмыз. Сондықтан нефтехимия, металлургия, түсті металлургияға қатысты бір мықты партнерді іздеп жатырмыз. Жақын арада алла жазса сүйіншіні сұрайтын боламыз.